Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменттің тәртіптік кеңесінің кезекті отырысында 10 мәселе қаралды. Оның 8-і сыбайлас жемқорлық бұзушылық болса, қалғаны мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексінің нормаларын сақтамауына байланысты. Барлық мәселелерге қатысты тиісті шешімдер қабылданды. Тақырыпты әріптесім толықтырады. Тәртіптік кеңестің кезекті отырысы өткен жиында қарастырылған істен басталды. Естеріңізге сала кетейік, Булаев қаласы әкімінің орынбасары жобалау сметалық құжаттарға сай келмейтін балалар ойнау алаңы бойынша орындалған жұмыстар актісіне қол қойған. Кеңес мүшелері аудан прокуратурасының қызметінде бірқатар кемшіліктерді анықтап, істі тиісті деңгейде қайта қарауды ұсынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңына сәйкес Юрий Портнягинді қызметіне толық сай еместігін жариялауды ұсынамын. Келесі қарастырылған тәртіп бұзушылықта Мағжан Жұмабаев ауданында орын алды. Тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының жетекшісі мен бас маманы санитарлық нормаларға сай келмеген 3 түнгі ойын-сауық орны мен жазғы сауықтыру лагеріне жалған санитарлық эпидемиологиялық құжат жазып берген. Когда я прочитал санэпидзаключение, она мне принесла на подпись его. Қоғамдық тамақтану орнының санитарлық эпидемиологиялық құжатқа қол қояр кезде мен 5-ші беттегі қосымша түсініктемеге ғана мән бердім. Онда түнгі барда бір келушіге 1,8 шаршы метрі қарастырылуы керектігі делінген. Келесі беттегі қосымшаны қараған жоқпын. Бұл қағазда келушілер залына 21 метр және қосалқы бөлмелер үшін 10 метр болуы шарт делінген. Мәселені жан-жақты қарастырылған тәртіптік кеңес мүшелері тәртіп бұзған басқарма жетекшісі мен бас маманды қызметінен босатуды ұсынды. Жиында тағы бір көп талқыланған мәселе мемлекеттік сатып алу талаптарын бұзған облыстық тұрғындарға қызмет көрсету орталығы филиалының директорына қатысты. Шенеунік автокөліктерді жалға беру қызметін ұсынған серіктестікпен келісім жасап, оған тиісті соманың барлығын төледі. Алайда екінші жақ қызметін толық мөлшерде орындамады. Мемлекеттік қызметкері болса ешқандай амалдар қолданбады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңының 12-ші бабына сәйкес қарастырылған іс бойынша аталмыш бұзушылық үшін заң бұзушылыққа барған лауазымды тұлғаларды қызметінен босатуға ұсынамын. Жалпы бұл күні тәртіптік кеңес мүшелері 10 істі қарастырды. Оның 8-і сыбайлас жемқорлық бұзушылық пен мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексінің нормаларының сақталмауына байланысты. Барлық мәселелерге қатысты тиісті шешімдер қабылданды. Әсіл Оразбаева, Анатолий Беланок, ақпарат.